Баршаңызға сәлем. Бүгін салмасы бар тәтті рогалик рецептісін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өттім. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, қант, ашытқы салып араластырып 10 минутқа қалдырамыз. Енді үстінен жұмыртқа және сұйық май қосып араластырамыз. Кейін массамызға електен өткізілген ұн және тұз салып қамыр илейміз. Сары майды қамырға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 1 сағат көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды үлкен емес орташалы бөлшектерге бөліп аламыз. Осы бөлшектерден дөңгелекшелер жасаймыз. Рогаликтің жасалу жолын видеода көрсетіп өттім. Мен салмасына ірімшік және қойылтылған сгущенка салдым. Сіздер салмасына өздеріңізге ұнайтын салманы, джем және басқа да түрлерін қолдансаңыздар болады. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жасаған рогаликтерінің бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Сары уызға сүт қосып, рогаликтердің бетіне жағамыз. Әсемдік үшін бетіне күнжіт сеуіп шықтым. 180 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Дәмі тіл үйіретін рогаликтеріміз дайын. Сіздерге ас болсын.